Сәлем, саяхатшы, біздің жорығымызға қош келдің. Қане, тиындердің жаңғақтарын бірге санайық. Бір тиынде 4 жаңғақ бар. Ал 2 тиынде неше жаңғақ бар? Оны табу үшін 4 санын өзіне 2 рет қосамыз. 4 пен 4 сандарының қосындысы 8-ге тең. Бірдей қосылғыштарды көбейтумен алмастыруға болады. 4 пен 2 сандарының көбейтіндісі 8-ге тең. 3 тиынде неше жаңғақ бар? Оны табу үшін 4 санын өзіне 3 рет қосамыз. 4 қосу 4 қосу 4 тең 12. Бірдей қосылғыштарды көбейтумен алмастырып көрейік. 4 пен 3 сандарының көбейтіндісі 12-ге тең. Ал енді басқа сандармен көбейту кестесін құрастырайық. 4 пен 4 сандарының көбейтіндісі 16-ға тең. 4 пен 5 сандарының көбейтіндісі 20-ға тең. 4 пен 6 сандарының көбейтіндісі 24-ге тең. 4 пен 7 сандарының көбейтіндісі 28-ге тең. 4 пен 8 сандарының көбейтіндісі 32-ге тең. 4 пен 9 сандарының көбейтіндісі 36-ға тең. 4 пен 10 сандарының көбейтіндісі 40-қа тең. Көбейтуге кері амал бөлу амалы. Егер көбейтіндінің мәнін бір көбейткішке бөлсек, екінші көбейткіш шығады. Ендеше 16 мен 4 сандарының бөліндісі 4-ке тең. 20 мен 4 сандарының бөліндісі 5-ке тең. 24 пен 4 сандарының бөліндісі 6-ға тең. 28 пен 4 сандарының бөліндісі 7-ге тең. 32 мен 4 сандарының бөліндісі 8-ге тең. 36 мен 4 сандарының бөліндісі 9-ға тең. 40 пен 4 сандарының бөліндісі 10-ға тең. Жарайсың балақай, біз 4 санына көбейту және бөлу кестесін құрастырдық. Бұл кестені жаттап ал. Сау бол.